Алдыңғы сабақта өткен академиялық эссе құрылымына мысал келтірейік. Бүгінгі эссенің тақырыбы: сіз қалай ойлайсыз, дос табу ақылдыға оңай ма, ақымаққа оңай ма? Олай болса, кіріспе бөлімге назар аударып, кейін талдайтын боламыз. Дос адамның рухани болмысы, дүниетанымы жағынан үндес келетін жақын жаны. Өз ойыңды, сырыңды, қуанышыңды, ренішіңді, өкінішіңді, жетістігіңді, кемшілігіңді досыңмен бөлісе аласың. Бірақ осының бәрін бөлісе алатын дос табу оңай ма? Дос болудан бұрын дос табу қиын. Дос табу кімге оңай? Менің ойымша, дос табу ақымаққа оңай. Неге? Мұнда берілген сөйлемдер эссе құрылымындағы кіріспе бөлімінің қай бөлімшесіне жататындығын нақтылау үшін талдау жасайық. Эссе тақырыбында не туралы айтылғандығын білдіретін сөйлемдер. Дос адамның рухани болмысы, дүниетанымы жағынан үндес келетін жақын жаны. Өз ойыңды, сырыңды, қуанышыңды, ренішіңді, өкінішіңді, жетістігіңді, кемшілігіңді досыңмен бөлісе аласың. Тақырыптың өзектілігін, яғни көтерілген мәселені айқындайтын сөйлемдерге. Бірақ осының бәрін бөлісе алатын дос табу оңай ма? Дос болудан бұрын дос табу қиын. Дос табу кімге оңай? Осы сұраққа жауап беру үшін менің ойымша дос табу ақымаққа оңай деп тезис жазылады. Кіріспе бөлімді негізгі бөліммен байланыстыру үшін неге деген сұрақ қойылады. Кіріспе бөлімге мысалдар келтіріліп, талдау жасалды. Енді негізгі бөлімге кезек берейік. Тезисте берілген өз ұстанымымызды дәлелдеу үшін арнайы аргументтер мен факт келтіреміз. Ол бізде негізгі бөлімде қамтылады. Ақымақ кез келген адаммен дос бола береді. Себебі оның өмірлік ұстанымы айқын емес. Ол өз істеріне талдау жүргізіп ойланбайды. Дұрыс па, дұрыс емес пе деген сұрақтар да оны көп толғандырмайды. Өз ісіне есеп бере алмағандықтан өзгелерді де бағалай алмайды. Сондықтан ақымаққа дос табу оңай. Енді талдап көрейік. Кіріспе бөлімде берілген тезисті қолдайтын пікір болу керек деп атап өттік. Оған мысал: ақымақ кез келген адаммен дос бола береді. Енді сол тезисімізді дәлелдейтін аргументке назар аударайық. Аргумент: себебі оның өмірлік ұстанымы айқын емес. Ол өз істеріне талдау жүргізіп ойланбайды. Дұрыс па, дұрыс емес пе деген сұрақтар да оны көп толғандырмайды. Келтірілген аргументтерімізге анализ жасайтын болсақ, өз ісіне есеп бере алмағандықтан өзгелерді де бағалай алмайды. Сол себепті негізгі бөлімде берілген абзацты сондықтан ақымаққа дос табу оңай деген сөйлеммен аяқтаймыз. Кіріспе және негізгі бөлімдерде берілген сөйлемдерге талдау жасап көрдік. Енді қорытынды бөлімге назар аударайық. Қорытынды бөлімде негізгі бөлімде берілген аргументтерге түйін жасалады. Қорыта айтқанда, қазіргі уақытта қуаныш пен қиындықта қолдау көрсететін досты табу қиын. Ал өз ісіне жауап бере алмайтын ақымақ үшін дос табу қиынға соқпайды. Өйткені өзіндік ұстанымы жоқ ақымақ достықтың да мәнін ешқашан ұғынбайды. Енді талдап көрейік. Қорытынды бөлімде, кіріспе бөлімде айтылған ойымызға қайтадан ораламыз. Яғни, онда айтылған ойымызды басқа сөйлем арқылы жеткіземіз. Одан кейін негізгі бөлімде берілген абзацтарға түйін жасап, эссемізді қорытындылайтын сөйлем жазамыз. Бүгінгі сабақта академиялық эссенің құрылымына мысалдар келтіріліп, әр бөлімге талдау жасалып, түсіндірілді. Келесі сабақта академиялық эссенің түрлері туралы айтылады. Олай болса, арнамыздан алыстамай лайк басып, тіркеліп кетіңіздер.